Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін 5-ші сынып 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауды қарайтын боламыз. Бірінші есебі төмендегі кестеден өзара кері санды тауып, дұрыс жауапты белгілеңіз. Өзара кері сандар, мысалы, 7 және 7-ден 1. Өзара кері сандардың көбейтіндісі 1-ге тең болады. Осы берілген сандардың ішінен өзара кері сандарды тауып көрейік. Ол үшін берілген сандардың барлығын жай бөлшек түрінде және бұрыс бөлшек түрінде жазып аламыз. Мысалы 2,7-ден 1, 7-ден 15. 0,100-ден 15, жай бөлшекке айналдырсам 100-ден 15. Немесе 5-ке бөліп жіберсем 20-дан 3. 0,5 ол 2-ден 1. 3,3-ден 1, 3-ден 10. 2,5 дегеніміз 2-ден 5, 15-ден 7, 11-ден 3, 6,3-ден 1, 3-ден 19. Енді көріп тұрған боларсыздар, бұл жердегі өзара кері сандарды 7-ден 15 және 15-ден 7. Бұл есептің жауабы А2-ні таңдаймыз. А2. Екінші есеп, кәмпит салынған қалтаның массасы 24-ден 13 кг. Ал жаңғақ салынған қалтаның массасы 16-дан 9 кг. Қай қалта жеңіл екенін анықтаңыз. Есептің шартын жазайық. Берілгені қысқаша жазамыз: кәмпит және жаңғақ. Кәмпит салынған қалтаның массасы 24-ден 13 кг, ал жаңғақ салынған қалтаның массасы 16-дан 9 кг. Табу керек, қай қалта жеңіл? Шешуі 24-ден 13 пен 16-дан 9-ды салыстыру үшін біз бірінші ортақ бөлімге келтіріп аламыз. 24 пен 16-ның ортақ бөлімін табуымыз керек. Ол үшін ең кіші ортақ еселігін табамыз. 24 пен 16-ның ең кіші ортақ еселігі. Ұмытып қалған болсаңыздар, естеріңізге түсіреміз. 24-ті жіктеймін жай көбейткіштерге, 16-ны жіктеймін жай көбейткіштерге, 24-ті 2-ге бөлемін 12, 2-ге бөлемін 6, 2-ге бөлемін 3, 3-ті 3-ге бөлеміз 1. 16-ны 2-ге бөлемін 8, 2-ге бөлемін 4, 2-ге бөлемін 2, 2-ге бөлемін 1. 24-те 2 3 рет кездессе, 16-да 2 4 рет кездеседі. Үлкен дәрежесін аламыз, яғни 2-ның 4 дәрежесін, және оны 3-пен толықтырамын. Тең болады. 2-ның 4 дәрежесі ол бізде 16, 16-ны 3-ке көбейтеміз, 48. 24 пен 16-ның ортақ бөлімі 48. Енді салыстырамыз. 48-ден 48-ді 24-ке бөлсем 2-ден келеді, 13-ді 2-ке көбейтем 26. 48-ді 16-ға бөлсем 3-ден келеді, 9 3-ім 27. Бөлімдері бірдей болған кезде қайсының алымы үлкен, сол бөлшегіміз үлкен болады. Демек, қай қалта жеңіл деген сұраққа жауабымыз кәмпит салынған қалта. Кәмпит салынған қалта жеңіл. Үшінші есеп, математика сабағында уақыттың 5-тен 1 бөлігі үй тапсырмасын тексеруге, 5-тен 2 бөлігі жаңа тақырыпты меңгеруге, түсіндіруге, ал қалған уақыт есеп шығаруға жұмсалады. Есеп шығаруға сабақтың қандай бөлігі жұмсалады? Есептің берілгенін жазамыз. Есепті бірінші өте мұқият оқып алыңыздар. Үй тапсырмасына 5-тен 1 бөлігі жұмсалады. Жаңа тақырып. Жаңа тақырыпқа 5-тен 2 бөлігі жұмсалады. Қалғаны есеп шығаруға.
есеп шығару қалғаны. Табуымыз керек есеп шығаруға қанша уақыт, сабақтың қандай бөлігі жұмсалады. Есеп шығаруға сабақтың қандай бөлігі жұмсалады. Қысқартып жазамын. Есеп шығаруға сабақтың қандай бөлігі жұмсалады. Шешуі. Біз сабақты толығымен бір бүтін деп аламыз, бір деп аламыз. Бірден азайтамыз. Үй тапсырмасына берілетін уақытпен, үй тапсырмасын тексеруге берілетін уақытпен, жаңа тақырыпты түсіндіруге арналған уақытты қосып, барлығынан алып тастаймыз. Сонда бізде қалған уақыт ол есеп шығаруға арналады. Бір азайту 5-тен 1-ге 2 қосамын 3 тең болады. 1-ді 5-тен 5 деп жазу алуымызға болады. Азайтамын 5-тен 3 тең болады 5-тен 2. Жауабымыз есеп шығаруға сабақтың 5-тен 2 бөлігі жұмсалады екен. Төртінші есеп, теңдеуді шеш. X қосу 20-дан 1-ді жазып қоямын, тең болады. 4-тен 3-тен азайтамыз 5-тен 1-ді. X қосу 20-дан 1 тең болады. 4 пен 5-ті ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 20. 20-ны 4-ке бөлемін 5, 20-ны 5-ке бөлемін 4. 5 үшім 15, азайтамын 1-ді 4-ке көбейтсем 4. X қосу 20-дан 1 тең болады. 20-дан 15-тен 4 аламын 11. X тең болады. 20-дан 11-ден азайтамыз 20-дан 1-ді. X тең болады. Ортақ бөлімдері бірдей. Ортақ бөлімге келтірудің қажеті жоқ. Бөлімін жазамын. Алымынан екінші бөлшектің алымын азайтамын. 11-ден 1 аламын 10. Бөлшегіміз қысқартылатын бөлшек. Алымында бөлімінде 10-ға бөліп жіберемін. 2-ден 1. Және өздеріңіз тексеріп шығуларыңызға болады. 5-ші есеп. 4 орындықты сырлау үшін 3,5-тен 1 килограмм сыр жұмсалады. 5,5-тен 3 килограмм сыр неше орындықты сырлауға жетеді? Яғни 4 орындық үшін 3,5-тен 1 килограмм сыр қажет. Енді неше орындық сырлауға жетеді дейді. 5,5-тен 3 килограмм сыр. Бірінші, бір орындыққа қанша килограмм сыр қажет екенін тауып аламыз. Ол үшін 3,5-тен 1-ді бөлеміз 4-ке. Аралас-санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 5-тен 16 бөлу 4. Бөлуді көбейтуге алмастырамын. Олай болса 4-ім 4-тен 1 болып өзгереді. 4 пен 16-ны 4-ке бөлем. 4-ті 4-ке бөлем 1, 16-ны 4-ке бөлем 4. 5-тен 4. Бір орындыққа 5-тен 4 килограмм сыр қажет екен. Олай болса 5,5-тен 3 килограммды бөлемін 5-тен 4-ке қанша орындыққа жететіндігін табу үшін. Тағы да аралас-санды бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 5-тен 28 бөлемін 5-тен 4 тең болады. 5-тен 28 бөлуді көбейтуге алмастырамын. Екінші бөлшектің алым мен бөлімі орындарын ауыстырады. 5 пен 5 қысқарады. Яғни 5-ті 5-ке бөлем 1, 5-ті 5-ке бөлем 1. 28-ді 4-ке бөлем 7, 4-ті 4-ке бөлем 1. Бізге берілген 5,5-тен 3 килограмм 7 орындыққа жетеді екен. Жауабы 7 орындық. 6-шы есеп, өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде сіз амалдап шығаруыңызға да болады. Болмаса, егер жақсы меңгерген болсаңыз, тақырыпты бірден шығара беруіңізге болады. Мен сіздерге қазір бірден шығару жолын көрсетемін. Әрине, жақшаның ішін орындаймыз, көбейтуді орындаймыз.
осы амалдарды орындап жатырған кезде міндетті түрде басқа амалдардың барлығы жазылып отыру керек. Бір амалды орындап жатып, қалғандарын тастап кетуімізге болмайды. Бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Мен ортақ бөлімге келтіремін. Ортақ бөлімі 15, тоқтауыш көбейткіштен беремін. 15-тен 11 аламын, 4. Көбейтемін. Бөлімін жазып қоямын, 7. Бұрыс бөлшекке айналдырам, 7-ні 1-ге көбейтем, 7, оған 2 қосам, 7-тен 9. Қосамын, жақшаны ашамын, 18-ден 7, қосу, 0,5-ті жай бөлшек түрінде жазамын, 2-ден 1. Бөлу, аралас санымды бұрыс бөлшекке айналдырып аламын, 6-дан 7. 15 пен 9-ды 3-ке бөлемін, 15-ті 3-ке бөлемін, 5, 9-ды 3-ке бөлемін, 3. Жай бөлшектерді көбейткенде бөлімі бөліміне, алымы алымына көбейтіледі. 5-ті 7-ге көбейтемін, 35, 4-ті 3-ке көбейтемін, 12. Қосамын, жақшаның ішін орындаймын. Ортақ бөлімі 18, 18-ді 2-ге бөлем, тоқтауыш көбейткіш 9, 7-ге 9 қосамын, 16. Бөлуді көбейтуге алмастырамын, сәйкесінше бөлшектің алымы мен бөлімі орындарын ауыстырады. 35-тен 12-ні жазып қоямын. Қосу, 6-ны 6-ға бөлем 1, 18-ді 6-ға бөлем 3. Жай бөлшекті көбейткен кезде алымы алымына, бөлімі бөліміне көбейтіледі. 3 жетім 21, 16-ны 1-ге көбейтемін, 16. Тең болады. Енді 35-тен 12-ге 21-ден 16-ны қосу үшін 35 пен 21-дің ортақ бөлімін табуымыз керек. Ол үшін ең кіші ортақ еселігін тауып аламыз. 35 пен 21-дің. 35-ті жіктейміз, 21-ді жіктейміз жай көбейткіштерге. 35-ті 5-ке бөлемін, 7, 7-ні 7-ге бөлем 1. 21-ді 3-ке бөлемін, 7, 7-ні 7-ге бөлемін 1. Екеуінде де 7 бар, 7-ні көбейтемін 5-ке және 3-ке. 7-ні 5-ке көбейтсем 35, 35-ті 3-ке көбейтсем 105. 35 пен 21-дің ортақ бөлімі 105. 105-ті 35-ке бөлсем 3, 21-ге бөлсем 5. 12-ні 3-ке көбейтем 36, оған қосамын, 16-ны 5-ке көбейтсек 80. Тең болады 105-тен 80-ге 36 қоссам 116. Бұрыс бөлшекті аралассанға айналдырамын, 1,105-тен 105-ті 1-ге көбейтем 105, 116-тан 105 аламын, 11. 1,105-тен 11 шығады.